Жақсы, енді тақырыбыңыз туралы айтып өттіңіз. Яғни мәңгілік ел концепция, оның жағы әдеби біздің романдардағы көрініс. Бұл тақырып қаншалықты қазіргі уақытта өзекті, және бұл тақырыпты сіз зерттеу барысында нақты қандай нәтижелер алдыңыз? Жалпы қазақ тілі мен әдебиет мамандығында оқитын студенттер лингвисттердің алға шығарған тұжырымдарына көп сүйенеді дегенде әдебиеттануға қатысты пікірлерге аз сілтеме жасайды екен. Тарихи тақырыпты қозғаған романдардың контекстіне талдау жасадым, мәтініне. Әрқайсысының соңында мәңгілік ел деген қызық тұжырым гуманитариядағы жас зерттеушілердің зерттеудің философиясын түсінуі жеткіліксіз. Бұның барлығы докторантураның кезінде, магистратураның кезінде университетте ғылыми бағытқа дайындайтын кафедралар болса, кафедра тікелей осы жағын қамтамасыз ететіндей болуы керек. Жалпы Қазақстанда ғалым дейміз, сол ғалымның бір прототипін жасап беріңізші. Мысалға, ғалым қандай болу керек? Біріншіден, ғалым әділетті болу керек. Әділеттілік принципін ұстанған адам жалған мәтін жазбайды. Екіншіден, төзімді болу керек қиындыққа. Үшінші, жауапкершілік. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бүгін бізде Президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы Қазсайнс подкаст каналында өте қызықты сұхбат. Ахметова Айнұр Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер үйірісінің жетекші ғылыми қызметкері, PhD докторы, әдебиет саласында белсенді жас ғалым. Сұхбат жүргізетін боламыз Айнұр ханыммен. Қош келдіңіз, Айнұр ханым. Шақырғаныңызға рахмет. Бізде жалпы Қазақстанда соңғы 2-3 жылда ғылым саласына, әсіресе жас ғалымдардың ғылымға келуіне байланысты мемлекет тарапынан үлкен қолдау, әлеуметтік қолдау, яғни ғылымның жобалар бөлу сияқты көптеген қолдаулар болып жатқаны белгілі. Соған байланысты қазіргі уақытта жас ғалымдар белсенді ғылыммен айналысуда, белсенді жас ғалымдар қазір ғылымға бет бұруда. Сол белсенді жас ғалымдардың бірі студиямызда Айнұр ханым келіп отыр. Бірінші жалпы сұхбатты талқылаудан бастамастан бұрын, ең әуелі жалпы өзіңізден бастайық, Айнұр ханым. Жалпы сіз ғылымға қалай келдіңіз? Қандай ғылыми тақырыптарды зерттеп жүрсіз? Жалпы ғылымдағы сіздің сара жолыңыз немесе жолыңыз қалай? Қысқаша атап өтсеңіз өзіңіз туралы бірінші. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Енді мен ғылымдағы жолымда осы докторантурада білім алған жылдарды қоса алғанда 2014 жылдан бастағым келеді. Өйткені дәл сол жылы өзіңіз атап өткен Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтына кіші ғылыми қызметкер ретінде қызметке орналастым. Содан ары қарай докторантурада оқу мүмкіндігі берілді. Әрине мемлекеттік гранттық негізде сол жылдардан бастап бізде ғылыми институттарға гранттар бөлінді. Әсіресе магистранттар мен докторанттар сол институттың базаларында оқиды. Сол докторантураны осы институтпен Әл-Фараби университетінің бірлескен бағдарламалары бойынша білім алдым. Жалпы барлық білім алу бағдарламалары қазу базасында жүзеге асты деуге болады. Енді әрине докторантураны 2019 жылы аяқтадым. 2020 жылы как раз пандемияның кезінде қорғау мүмкіндігі бұйырды. 5-6 жыл ішінде әрине біраз ғылыми тәжірибе жинауға болады. Үлкен буын мен кіші буынның, орта буынның арасында жүріп, оның ішінде кеңес кезеңінен келе жатқан біз институтымызда жақсы ғалымдар бар. Сол зерттеу тақырыбым бакалавриаттан бастап шағын тақырыптардан басталды. Негізгі сол PhD дәрежесі берілген зерттеу тақырыбы ол докторантурадағы тақырып. Ол да мемлекеттік бағдарламаларға байланысты болғанын айтуға болады. Мемлекеттің ғылымды дамытудағы стратегиясымен және бүгінгі әдебиеттану саласындағы мәселелерді біріктірдік. Нақтысы сол жылдары мәңгілік ел идеясы ұлттық идея ретінде бекітілді.
2014 жылы. Бірақ 2016 жылы біз мәңгілік ел идеясын емес, бұны идеяның аясын кеңейтіп концепт деген тақырыпта белгіледік. Мәңгілік ел концепция. Иә, нақтысы қазақ романдарындағы мәңгілік ел концептісі романдар 2000 мен 2015 жылдардың арасындағы романдар ғана қарастырылды. Бұл шын мәнінде менің осы отандық ғылымға деген, жалпы ғылымға деген өзімнің ұлт ретіндегі өзім тиесілі халықтың шығу тегіне, тарихына деген бір қызығушылығымды кең ауқымда оятты деуге болады. Әрі қарай бұл сәтті қорғалды деуге болады. 2020 жыл дәл уақытысында кішкене пандемия әсер етті дағыны, арада кішкене бір үзіліс болды, бірақ жақсы сәтті қорғау болды. Көп еңбек еттік, ол үшін мақалалардың бәрі уақытысында шықты. Оған дейін Скопс базасында мақала жариялау проблемасы менің де алдымнан шықты, бірақ оны сол қорғаған сәтке дейін біз жариялау шығу жағын барынша қолға алдық. Сол жылдар тағы екінші мақала жазып үлгердім. Бұл менің сондай powerful дейді ғой, менің сондай ғылымдағы ең мықты жағымды көрсетпеуі мүмкін, бірақтан сол ғылымға қойылып жатқан талаптарды мен еңсеруге тырыстым, жеке авторлықпен жазу арқылы. Ол сондай квартелі 3 болып саналатын журналда шықты, бірақ ол нашар журнал деп айтуға келмейді. Процентелі 40-қа жетпеуі мүмкін, 35 пен 40-ның арасында, 34 қазіргі уақытта. Мен айтқым келгені, ғылымға келген адам, жас зерттеуші ақырын ғылыми өндіріске, тәжірибелерге араласа жүріп, қиындықтарды еңсере бастайды. Институтта мысалы 2014 жылдан бері бір ауыз толтырылып айтарлықтай өте көп болмаса да, бірақ саналы жобалардың орындаушысы болдым. Жақсы, ол сұрақтарға қазір келеміз. Жақсы. Яғни ғылымға сіз кенеттен емес, өзіңіз ерікті түрде қалауыңызбен келдіңіз ғой ғылымға? Әрине солай болды. Жақсы, өте дұрыс екен ол. Өте сол кездері айлық көрсеткіші де аз болатын, енді 60 мың төңірегі болар. 60 пен 64 мыңның аралығында мен айлық алғаным есімде әлі. Бірақ бұның барлығы, білесіз бе, ғылымға қызығушылықтан туған ұмтылыс екенін сеніммен айта аламын. Яғни 90 жылдарды еске алатын болсақ, шынында солай ғой. Көптеген адамдар ғылымнан кетіп қалды. Неге? Өйткені әлеуметтік жағдай мүлдем жасалған жоқ, айлық уақытысында берілген жоқ. Сонымен тек қана ғылымға шынайы берілген, сол ғылым саласында өмірін арнаған адамдар ғана бірен-саран адам қалды. Әрине. Қалған көбісі басқа салаларға кетіп қалған рас. Енді мынау бергі соңғы 3-4 жылда ғана болу керек. Ғылыми жобаларға, проектлерге мемлекет тарапынан көп ақша бөлініп жатыр. Соған сәйкес енді ғалымдар кішкене қазір ғылымға ден қоя бастады. Осыдан 10 жыл, 20 жыл алдыңғы жағдай енді сын көтермейтіндей жағдай еді, енді шындығында расында. Жақсы, енді тақырыбыңыз туралы айтып өттіңіз. Яғни мәңгілік ел концепция, оның жағы әдеби біздің романдардағы көрініс. Бұл тақырып қаншалықты қазіргі уақытта өзекті, және бұл тақырыпты сіз зерттеу барысында нақты қандай нәтижелер алдыңыз, жалпы қандай қызықты результаттар дейміз, нәтиже деректер алдыңыз, және бұл деректер қаншалықты қолданысқа немесе ұсыныс қылып ұсындыңыз? Осы тақырыпты концепт ретінде белгілеуге осы әдебиет институтында біздің ұстазымыз бар, Альмира Қайыртайқызы, кезінде осы теориялық жағын, методологиялық жағын жетілдіруге көп үлес қосты. Ол кісімен ресми түрде жетекшім болған жоқ, бірақ бейресми түрдегі кеңесші деп айтуға болады. Қандай тұжырымдарға келгенім туралы айтатын болсақ, бұл художественный концепт деген өзі бұл пәнаралық категорияда отандық ғылымда көбінесе бұны лингвистер зерттеді. Мен әдебиеттерге шолу жасаған кезде байқағаным, осы уақытқа дейін әдебиеттану мамандығы, жалпы қазақ тілі мен әдебиет мамандығында оқитын студенттер лингвисттердің алға шығарған тұжырымдарына көп сүйенеді екенде, әдебиеттануға қатысты пікірлерге аз сілтеме жасайды екен. Ал осы диссертацияда мен бір бөлігін
лингвистика мен әдебиеттануда көркем концептіні зерттеуге байланысты тұжырымдарды нақты болмаса да, бірақ басқа әсіресе көбінесе ресейлік зерттеушілердің еңбектеріне сілтеме жасай отырып, өзімше оның бір аясын көрсетуге тырыстым. Қазір біз бұның барлығын Edu.com бізде сайт бар ғой, сол жерге салып қойған, мен жүктеп қойғанмын студенттерге көмекші құрал болсын деп. Почтама жиі өте көп оқылатынын айтуға болады. Демек, бұдан біз қазіргі уақытта да осы филология саласында, оның ішінде әдебиеттану бағыты бойынша көптеген ғылыми жұмыстардың қорғалып жатқанын айтуға болады. Енді бұл теориялық жағы болса, екіншіден 6 романды таңдап алдым. Және бір ерекшелігі, мен жаңа айтып өттім ғой, 2000 мен 2015 жылдардың аралығындағы романдарды қарастырдым деп. Қай романдарды алу керек? Әрине, бірінші кезекте тарихи тақырыптағы, немесе осы әлеуметтік мәселелер қозғалған тақырыптар, немесе заманауи романдар. Біз енді іште оны тақырыптарға, бағыттарға бөле береміз. Бірақ мен көбінесе осы тарихи тақырыпты қозғаған романдардың контекстіне талдау жасадым, мәтініне. Әрқайсысының соңында мәңгілік ел деген қызық тұжырым. Қараңызшы, 2014 жылы бізде бұл ұлттық идея ретінде көтерілді, бірақ авторлар мәңгілік елді осындай бір ұғымда араластырып роман жазуы мүмкін бе? Немесе бұны қалай біз тұжырымдай аламыз? Әрине, бұл бағытта мәңгілік ел тіркесі 9 рет кездесетін роман бар. Тұрсынхан Зәкенұлының «Мәңгі тас» деген романы. Ол менің негізгі зерттеу, өте жеке арнайы мақала жазған романым болды. Одан бөлек басқа тарихи тақырыптағы Мұстафа Шоқай романы, мысалы, Мұстафа Шоқай да кезінде тұтас Түркістан идеясын негіздеген біздің бірден бір қайраткер ғой. Жаңағы осы докторантурадағы осы мәңгілік ел концепті менің бүгінгі қазіргі уақытта жобаларымның алғышарты болды деп айтуыма болады. Базасы яғни. Мысалы, түркиялық ғалымдармен, Түркия емес, Өзбекстан, Түркия бар ішінде, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан, осы орталық Азия, тағы да басқа жағрафиядағы түркі тілдес мемлекеттердегі ғалымдармен бірлесіп, қателеспесем, ішінде 22 ғалым қатысты. Біз әдеби және тарихи мәтіндердегі Түркістан деген 2 томдық зерттеу жинағын шығардық. Ол түрік тілінде және қазақ тілінде 2 том болып жарық көрді. Биыл оның презентациясын жасадық. Менің жаңағы осы тұтас Түркістан идеясын, қазір орталық Азия бұрындар Түркістан деп аталды ғой. Қазіргі біз тәуелсіздік кезеңдегі авторлар қаншалықты орталық Азия немесе қандай жағрафияларда Түркістан деп есептейді? Бар ма жалпы? Біз үнемі түркі тілдес халықтарымыз күлтегін, арғы тегіміз күлтегіннен білге қалғаннан басталады деп айтып жатамыз да, бірақ бұл шын мәнінде қазіргі әдеби мәтіндерде көрініс тапты ма? Деген сұрақ әрине бұл диссертациядан басталды, бірақ жаңағы жобаның авторлары ол басқа кісілер, түркиялық ғалымдар. Ары қарай мен мен диссертация жұмысым осыда бір тарауын орындауға септесті. Одан бөлек тағы да жоба бар, әрине орталық Азияға, жаңа өзіңіз айттыңыз, мемлекеттік жаңа қолдаулар болып жатыр жас ғалымдардың ғылыммен айналысуына деп. 2022 жылы жас ғалымдарға жасы 40-қа дейінгі жас ғалымдарға арналған конкурс жарияланды. Сонда алғаш рет осы тақырыпта тақырып мынандай, орталық Азия әдебиеті қос нүкте, посттотарлық эстетика және әдеби байланыстар деп аталады. Әрине бұл жас ғалымдарға арналған үлкен ауқымды тақырып қарайтын болсақ та, біз бұнда тек Қазақстан емес, орталық Азиядағы 5 мемлекетті қарастырып отырмыз. Тек бір жанр емес, поэзия, проза, драматургия жанрын қоса алдық. Әрине бүкіл әдеби мәтіннің бәрін талдап шығу қажет емес, бірақ посттотарлық көрінісі байқалатын әдеби мәтіндерге талдау жасадық. Өзіңіз егер қазір енді бәріміз тәуелсіз Қазақстан ғылымында еңбек етіп жүрміз ғой, бәлкім сіздің салаңызда да тәуелсіз Қазақстан орны кезең ретінде ерекше аталатын болуы керек. Бізде әдебиеттану саласында тәуелсіздік кезең әдебиеті немесе тәуелсіздік дәуірі әдебиеті деген арнайы кезең бар. Менің айтқым келгені, осы тәуелсіздік дәуірінде Қазақстанның өзінде қаншама
монографиялар шықты, яғни тәуелсіздік дәуірдегі қазақ әдебиетіне байланысты. Ал біз басқа мемлекеттерді де қамтып салыстырмалы талдау жасағымыз келді. Жақсы. Өйткені біздің тарихымыз бар, жағрафиямыз бар, бірнеше жылдарды біз отарлық тәжірибені бірге өткіздік. Қазіргі уақытта да Бұл жобаларыңыз әлі аяқталған жоқ, иә? жоқ, аяқталды биыл. Аяқталды, иә. Ал осы жоба аясында нақты қандай тұжырымдарға келдіңіз? Соңғы жоба аясында қандай жаңалықтар болды? Жаңалықтар, біз мен өзім бірнеше бөлімін жаздым. Бірінші кезекте біз бір сыни тақырып негіздеуге тырыстық. Яғни орталық Азияның постотарлық әдебиетін зерттеудегі кейбір сыни мәселелерге арнадық. Бір бөлім арнадық та. Бұл жерде біз біз білеміз қазіргі әлемдік кеңістікте отарлық мәселесі, отарлыққа қатысты зерттеулер батыстан бастау болды, Америкадан, басқа осы отарлықта бастан өткізген ғалымдар сол Европада, Америкада ағартушылықпен айналысып жүріп, осы зерттеу бағытын қалыптастырды. Яғни олар көтерген постотарлық сын, яғни постотарлық теориядан біздің орталық Азиядағы постотарлықтың айырмашылығы неде? Мысалы, тарихшылардың еңбектерін қарап отырсақ, әрине отарлық болды деп есептейді, бірақ кейбір тарихтың мынандай бір кезеңдерінде ғана отарлық көріністері орын алды деп есептейді. Ал тағы өзіміздің тарихшыларында еңбектері жетерлік. Біздің мақсатымыз отарлық болды ма болмады ма деген дәлелдеу емес, сол бағытқа арналған тарих еңбектерге сілтеме жасап отырып, басқа гуманитарлық қоғам салаларды басқа еңбектерге сілтеме жасап отырып, мәтіндерді талдап шығу. Жақсы, түсінікті. Тақырыбыңыз енді өте қызықты. Уақытымыз енді аздығына байланысты. Жалпы енді жаңа сөзімізде атап өттік. Мемлекет тарапынан соңғы 2 жылда ғылымға өте көп көңіл бөлініп жатыр, қаржы бөлініп жатыр деп. Енді ғылым тек қаржы бөлінумен шешіле ме? Немесе ғылымда белгілі бір сол ғылыми прогресс жасайтын кадрлар, немесе жастар дейміз, қалыптасып, ішкі содержаниясын, ғылымның ішкі мазмұнын қалыптастыру керек пе? Қаржыны көп жағдайда министрлікте де қазір қордаланған, жалпы министрлік тарапынан айтып жатқан мәселелер бар. Қаржы бөлініп жатыр, докторантураға көп орын бөлініп жатыр, проектлер, бөлінген қаржылар игерілмей қалып жатыр, кейбір жобалар формальды жабылып жатқан жобалар бар, оны бәріміз айтып жатырмыз, сынап. Бірақ мәселе қаржымен шешіледі дегенде жаңсақ пікір болып тұр ғой. Сонда енді қазір уақытта мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп жатыр, бірақ енді осы қордаланған мәселелерді жүйелі түрде шешу үшін жалпы сіз жас ғалым ретінде сол ғылымның ішінде жүрсіз, қандай нақты мәселелерді қалай шешу керек деп сіз мысалы ұсыныс айтар едіңіз? Өте жақсы сұрақ. Біріншіден, қаржылық жақтан өте жеткілікті түрде қолдау болып жатыр деп біз айта алмаймыз. Әрине белгілі бір сума бөлініп жатыр, бірақ осығанда біз өте қуаныштымыз. Қанша командировкалар жүзеге асырдық, кітабымызды шығарып жатырмыз, мақалаларымыз жарық көріп жатыр. Одан бөлек біз өзіміздің іздену арқылы зерттеу тәжірибемізді қалыптастырып жатырмыз. Бірақ 100 мың, 120 мың теңгемен, яғни нақты қолға санап алатын сумманы айтып отырмын. Сіз осындай сумма арқылы жас ғалымды қаншалықты жобаға қатыстыра аласыз? Бұл жеке ойланатын мәселе. Екінші, өте тағы да сұрағыңыздың бір бөлігі өте жақсы сұрақ. Жақсы мәселені айтып отырсыз. Біздің осы гуманитариядағы жас зерттеушілердің зерттеудің философиясын түсінуі жеткіліксіз. Бұның барлығы докторантураның кезінде, магистратураның кезінде университетте ғылыми бағытқа дайындайтын кафедралар болса, кафедра тікелей осы жағын қамтамасыз ететіндей болуы керек. Егер мынандай кемшіліктер бар, қазір мен қаншама бір 6-7 тіпті одан да қосымша бізде материалдар жинап көмектескен жас ғалымдар бар. Мен байқаған кемшіліктер мынандай: бірінші, дедлайнмен жұмыс істеуді білмейді. Қалыс қалдырады дедлайнмен. Мына күн дедіңіз бе? Жоқ, ол күнде берілмейді. Уже біз де соған
неткенімізді алдын ала сұрай береміз сөйтіп бұл қиындық Бұл тудырады. жас ғалымдарға тән ба, жоқ жалпы ғалымдарға тән нәрсе ма? Енді мен жас ғалымдармен жұмыс істегеннен кейін мен тікелей куә болған нәрсе. Яғни жауапкершілік аз дейсіз ғой. Жауапкершілік аз. Мен сіздің сұрағыңызды жоққа шығармаймын, бұл басқа жастағы ғалымдарға да тән. Екінші, ғылымға деген қызығушылық аз. Мысалы, менің жобадағы зерттеу құрамына оралайық. Екеуі қазіргі уақытта тікелей докторантурада білім алып жүрген адамдар. Докторанттар. Тағы да қызығушылық аз, бірақ докторант ғылымда жүр, иә? Ғылымға келіп жатыр. Енді бізде қатыстырып отырмыз ғой. Ол докторантты қатыстырмасақ, біз ғылымда кімді қатыстырамыз жас ғалым ретінде? Бакалавриат, ол тәжірибесі әлі зерттеу тәжірибесі толық қалыптаспаған. Біз енді 9 жыл, өзіңіз ойлаңыз, оқу бағдарламамыз 9 жыл, бакалавриат 4, магистратура 2 жыл, докторантура 3 жыл Қазақстанда. Докторантураның өзіне таңдау өзі ерікті түрде таңдау емес, жаңағы неден келіп жатыр дейсіз ғой? Мүмкін әртүрлі себептермен, докторантураға түсіп жатқан азаматтардың өзі ерікті түрде таңдап емес, жай әртүрлі себептермен келіп жатқан адамдар деп тұрсыз ғой, қызықпайды деп тұрсыз ғой. Енді ондай докторанттарды қазір біз кез келгенін біраз докторанттарды ойлап отырып, олардың бір жинақы образын жасай аламыз. Докторанттар кім қазір немен айналысып жүр? Докторант қазір қосымша жұмыс істейді. Стипендия 200 мыңнан жоғары. Ол енді мен осы Алматы шаһарында тұрғандықтан мен осы жақтағы осы жағрафиядағы докторанттарды ойға алып отырмын. Яғни бұл сумма қазір қалада өмір сүруге жеткіліксіз болар. Докторантураға келген кейін олардың көпшілігі отбасын құрған адамдар. Олар жұмыс істейді қосымша. Енді жұмыс істеген адам таңнан кешке дейін жұмыста ғой. Мына зерттеу қалады. Сосын бізде бұл зерттеу процесі деген ұдайы жүзеге асатын нәрсе ғой. 12 ай бойы, жобалар бізге 3 жылға жобаланады ғой, жоспарланады, 3 жыл бойы әрқашан сенің ойыңның бір бұрышында тұратын нәрсе. Мен өзім солай істеймін. Ұзақ бір саяхатқа шықсам да мен обязательно ноутбугымды қалтама, сумкама салып шығамын, кітаптарымды алып шығамын. Әрбір моменттерде мен толықпаған, аз болып тұрған, толықтыруды қажет ететін тұстардың барлығын қолым қалт еткен жағдайда толықтыруға тырысамын. Бұл ғалымның, зерттеушінің өмірі, күнделікті өмірі осылай болуы керек. Енді қараңыз, зерттеуге деген меніңше өте құштарлық жоғары болуы керек. Жаңағыдай қосымша табыс кімге керек емес? Маған да керек, сізге де керек, басқаға да керек. Бірақ сол табыстардан ғылымда бір жақсы ғалым болуға ұмтылыс жасаған адам жоспарды осыған сай жүзеге асыру керек. Жұмыстарды мысалы азайтуға болады. Неге көлемі аз қаржымен жұмыс істемеске? Мен бір кітап оқып отырмын, өзім стажировкада жүрген кезде сатып алған едім. Қалай жоқ деп айтуға болады дейді. Басында мен басқаша қызықтым оған. Мынандай қосымша волонтерлік жұмыстардың барлығына жоқ деп айту жағын жазған шығар деп. Ежелгі грек философиясының мәтіндері құрастырылған кітап. Сөйтсем олар әбден молшылыққа, табысқа негізделген өмірге скептиктер ғой көбісі. Аса қызықпайды екен де. Көрдіңіз ба? Сіз үлкен салтанатты өмір, салтанатты зәулім үйлер, немесе бірінің үстіне бірін алып жатқан несиелердің барлығы проблема тудырса, сіз қалай ғылыммен айналысасыз? Сондықтан ғылыми өмірді жоспарлауымыз қажет. Ғылымда жетістікке жету үшін қиындықтармен, бұрын студенттерге айтатынмын, мына қиын асулардан асуымыз керек. Шет тілін білмейміз ба? Үйренуіміз керек. Жазу білмейміз ба? Үйренуіміз керек. Зерттейтін тақырып табылмай жүрміз ба? Ізденуіміз керек. Қайдан аламыз идеяны? Конференцияларға барыңыз. Мен көбінесе ғалымдармен, мен көбінесе осы салада жасы 60-қа 70-ке барған, одан да жасы үлкен ғалымдарды көбірек тыңдаған ұнатамын. Оларда сондай тәжірибе мен ақыл бар ғой. Ал одан кейін шетелде білім алып келген түлектерді көбірек тыңдауға болады, болашақпен барып келген. Немесе қазір интернеттен ашық жатқан білім қоры ғой. Алыңыз да оқыңыз. Құдайға шүкір, біздің Қазақстанда орыс тілі қиындық тудырмайды. Өте жеткілікті түрде сөйлемесе де, бірақ мәтіннің бәрі түсінікті. Бізде бірнеше жыл ағылшын тіліне де біраз төселдік. Ең жоқ дегенде бізде жаңағы онлайн аудармалар бар. Қазір менің осы айтқанымның бәрі өте
қарапайым, сондай қарабай банальный нәрсе ол елестеу сезілуі мүмкін, бірақ бұның бәрі біздің жақсы ғалым етіп бізді қалыптастыратын қадамдар. Жақсы, енді сөзімізді нақтылау үшін немесе жүйелеу үшін, жалпы Қазақстанда ғалым дейміз, сол ғалымның бір прототипін жасап беріңізші. Мысалға, ғалым қандай болу керек? Қазіргі заманға сай Қазақстанда ғылымды дамытатын ғалым сіздің ойыңызша қандай болу керек? Қандай компетенция дейміз, ие болу керек? Қандай құндылықтарға, қандай приоритеттерге, басымдықтарға мүмкіндік беру керек? Яғни соны бір сипаттап бере аласыз ба? Бұл өте жақсы сұрақ болды. Біріншіден, ғалым әділетті болу керек. Әділеттілік принципін ұстанған адам жалған мәтін жазбайды. Әдебиеттерге шолу жасаған кезде 5-6 бетін оқып шығып, шолу жасай салмайды. Мұқият оқиды барлығын. Сосын өзінің жаңашылдығын, тақырыбының өзекті екендігіне көз жеткізеді. Оған әрқашан басқа мемлекеттерден сұрақ қойған, Европада, Америка жақтан сұрақтар келіп жатса да, ол сол сұрақтарға жауап береді. Бұл бір. Екіншіден, төзімді болу керек. Қиындыққа. Мысалы, сіз қазір ғылыми журналдарға мақала жіберетін болсаңыз, ол жақта міндетті түрде слепой рецензенттер оқиды. Кемінде 2 рецензент. Ол сізге мақалаларыңыздың кемшілігін айтады. Біздің кейбір ғалымдар сол түзетуге ұсынған кемшіліктерді, ұсыныстарды қаперге алмайды ғой. Бас жағын түзетеді, соңғы жағын түзетпейді. Немесе мына жеріңіз әдебиеттерге шолу жағы аздау болып тұр, осыны толықтыру қажет. Немесе мына жерде мынандай пікір келтіргенсіз, бірақ сілтеме беру керек бұған десең, сілтеме бермейді. Егер оған сілтеме беретін болса, мына жақтағы әдебиеттердің реттік саны бар өзгереді, қиналады, мынаның бәрін қайтадан жасақтап шығуға. Ал ғалым адам осындай қиынның барлығына, бұл қиындық, төзімділік біздің бір адами бір бөлшегімізге айналуы керек. Біз оны қиын деп қарамауымыз керек. Мына түзету керек. Мынаның барлығымен өткізуім керек. Рецензентке де оңай. Ол алдыңғы нұсқасы өзіне сақталып тұрады. Салыстырады да ғана түзетілді, жібере салады. Әділеттілік, төзімділік жағын айттым. Үшінші, жауапкершілік. Бана сөзімнің басында айтып кеттім. Дедлайн бізде жақсы сақталмайды. Айтылды ма, сол уақытқа дейін барлығы дайын болу керек. 10 күн бұрын жасамау керек. Айнұр деген Айнұр сентябрьдің 30 күні бізге жобаның тарауларын жібер деп айтып еді деп, сентябрьдің 20 күні оны топтастыруды бастамау керек. Ол жыл бойы жүзеге асу керек. Оның барлығын таразылап, пішетін, пайымдайтын, ол қаншалықты мәтіндерді жақсы сапалы талдай алды, қорытындысы қалай жазылды, оның барлығын сезінетін ол зерттеушінің, жас ғалымның өзі, мысалы, немесе жалпы ғалымның өзі. Менің айтқым келген осы. Сосын әрқашан сырттан қарсы пікірлер туған кезде өзінің ғылыми жұмысын дәлелдеуге ол сондай әлеуетті болады. Осындай качестволарды меңгерсе. Бар уақытта ізденісте болу керек. Ғылыми байланыста бару керек, сұрау керек, почтасына хат жазу керек, хабарласу керек, жақсы тақырыпқа сәйкес келетін конференцияларға бару керек. Прототип деп жаңа сұрадыңыз ғой, мен бұны ойша прототипін жасадым. Енді біздің өмірімізде қандай ғалымдар бар? Мен өз саламнан айтайын. Мысалы, мен абайтанушы емеспін, бірақ абайтанушы Мекемтас Мырзахметовтың еңбектерін мен өте жақсы қанағаттанамын оқығанда. Оның қазір мен докторлық диссертациясын қанша бет жазғанына дейін білемін. Ол тіпті орыс тілінде жазған, бірақ қазақ тілді ғалым көбінесе. Көрдіңіз ба? Кандидаттық диссертацияларды, монографияларды, оның Мекемтас Мырзахметовтың, содан кейін қарап отырсақ, ұлттық кітапханаға барсақ, осы абайтану саласындағы диссертациялар болса, жетекшілердің аты жазылады ғой. Мекемтас Мырзахметовтың көп жерде жетекші ретінде аты жөнін кездестіруге болады. Яғни ол бәйтерек сияқты сондай тамыры салалап кеткен үлкен ғалым. Одан кейін енді мен үлгі ретінде ғалымдардың бәрін алыстан алмаймын. Алыстан алатын болсам, ол біраз қисынсыз болып кетеді. Жанында жүрген адамдардан алайын. Тағы да фольклор тану саласында өзімнің
әріптесім Бақытжан Назарбаева. Ол кісі енді бақтарға көп шықпауы мүмкін, фольклорист, бірақ әрқашан біздің ғылыми кеңестердегі жалпы талқылаулардағы ол кісінің пайымдаулары, проблеманы көре білуі, ғылыми жұмыстың жетпей тұрған жерлерін атауы, кеңес беруі өте көңілімнен шығады. Жақсы, түсінікті. Басқа да ғалымдар көп бар, көп емес, жетерлік. Үлгі болатын дейсіз ғой, өз салаңызда айтып жатсыз. Жақсы, қазір сөзіміздің басында біз жас ғалымдардың проблемаларын қысқаша шолып кеттік, енді бірақ негізгі жас ғалымдар ғылымға келіп жатады, жаңа докторанттар айтып өттік қой. Біреулер ерікті түрде өзі таңдап, саналы түрде докторантураға түсіп, ғылымға бет бұрам деп келеді, бір ғылыми тақырыпты зерттеп. Ал бірақ көпшілік біраз жастар бар, әртүрлі себептермен келіп қалатындар бар. Енді жасырмай қойық, стипендия үшін түсетін докторанттар да бар шығар, енді уақытысын өткізу үшін де шығар емес, көп андай бар. Бірақ енді бұны айтайын деп отқан сұрағымыз былай, жалпы жастар ғылымға келген кезде олардың алдынан бетпе бет келетін проблемалар бар, көп проблемалар. Сол проблемаларды өзіңіз де сол докторант болып сол жолдан өттіңіз, сол проблемаларды шешудің қандай сіз тәжірибесін өз бойыңызда өткіздіңіз? Мысалға, түстіңіз, скопус талап етілді, шетелдік басылымға мақала жазу, бір, одан бөлек диссертация жазу, 2, немесе уақыт жетіспеушілігі 3, немесе стипендиясының аздығы дедіңіз, қазіргі жағдайға сәйкес келмейді дедіңіз, 4. Сол сияқты басқа да тағы да жүйелі системный проблемалар бар ма докторанттарда, немесе жас ғалымдарда? Және сол проблемаларды қалай шешудің несін ұсынатын едіңіз? Жолын. Жаңағы біз сұрағыңызға кішкене қатыссыз да болса да мен соны айтқым, содан бастағым келіп отыр. Жас ғалымдарды енді біз көбінесе докторантураға қабылдаймыз ғой, немесе магистрлық дәрежемен де ғылыми жұмыстарды орындауға болады. Бірақ докторантураға келген кезде біз сұхбаттасу жағына баса мән беруіміз керек. IELTS-пен келуі мүмкін. IELTS-пен келгенде кейін бұл оның өте жақсы үлкен артықшылығының бірі ағылшын тілін білуі. Сұхбаттасу көп нәрсені шешеді. Біз қаншалықты оның ғылымға жақын екендігін, мен жақын болмауы да мүмкін. Басқа жұмыстармен айналысуы мүмкін, кейін ғылымға қызығушылығы артып келуі мүмкін. Ол қиындықтың бәрін еңсеріп оқуға түсті ғой. Соңғы сатысына келді сұхбаттасуға, егер оның бойында қатты қызығушылықты байқап тұрсақ, әрине оған барынша көмектесуіміз керек. Жанымызға алуымыз керек. Біздің жетекшілер қаншалықты әлеуетті? Жаңа енді сұраққа келейік. Қандай кедергілер бар дедіңіз ғой. Бірден бір кедергі демей ақ қояйық. Кемшілікті жетілдірудің бір жолы бұл оппоненттер немесе рецензенттер, ғылыми жұмыстың сапасын бағалайтын рецензенттерге қойылатын талапты күшейту керек. Қорғауға дейін, алдын ала қорғауға дейін жұмыстар қазір ғылыми семинарлар арқылы көпшілікке таныстырылады. Докторантураға түскеннен кейін, егер мен қателеспесем, әр семестр сайын ғылыми семинар өткізіліп тұрады. Бірақ сол талап күшейтілуі керек. Біз докторантпен өте тығыз жұмыс істей отыра жауапкершілігін арттыруымыз керек. Жауапкершілік арттыру керек, сапасын жақсарту керек деп айта береміз, бірақ оны қалай істейміз? Қаталдық жетіспейді бізге. Мысалы, менің диссертациямның бір бөлімін жазу тапсырылса, бірінші семестрда, оған біз тура қарауымыз керек. Басқа вуздардағы, мысалы, рецензенттер болып келе ма, талқылауы керек. Бір мақала жазылып аяқталды ма, талқылауы керек. Мына жерде отырып 6-7 адам, бір докторанттың барлығын бірге емес, жеке докторанттың өзіне 5 минут емес, 15 минут емес, 1 сағат, 1,5 сағат талқылауымыз керек. Мақаласында нені көрсетті? Тұжырымы қандай оның, тақырыбы не, сосын тақырыптарды бекітетін кезде тақырып қаншалықты проблемный. Көрдіңіз ба? Осы нәрсеге қарауымыз керек. Проблемный деп, егер проблемасы жоқ деп айтатын болсаң, артынан жоқ проблемасы жазбай ақ қойшы олай, айтпай ақ қойшы бұл жағын. Көз жұму жағы өте көп. Сосын бізде жаңағыдай мүлдем басқа мекемелерде біздің ғылыми жұмыстарымызды кім оқып жатқанын біз білмеуіміз керек. Мен білмеуім керек, докторант болсам, кім оқып жатқанын. Алдыма келеді, аты жөнін жасырын түрде, мен оның кемшіліктерімен жұмыс істеуім керек. Әрі қарай. Көрдіңіз бе? Осылай біз
объективті қарауымыз керек барлық шындыққа. Біз көп жағдайда мысалы жай диссертацияны өзін алып диссертацияны емес басқа ғылыми монографияларды алып көрейікші. Көбінесе пікір білдіріп жатқан адамдар жақын жүретін адамдар. Біз екеуміз жақын араласатын болсақ, мен сіздің кемшілігіңізді қалай айтамын? Қиын ғой, соңына ренжіп қаласыз кейін. Ана жақта басқа біреу тыңдауым керек. Ғалымдарда сыбайластық дейсіз ба сонда? Иә, бұл оны жасыруға келмес. Егер біз бүгін жасыратын болсақ, ертең ғылым құрдымға кетеді. Жақсы, сөзіміздің қорытындысында жалпы мынандай өте қарапайым сұрақ. Жалпы жас ғалымдарға өзіңіздің кеңесіңіз, ғылымға не үшін жастар келу керек? Не бір қызығатын нәрсе бар ма жалпы? Немесе тек ғылым деген ол өте проблемный нәрсе ма? Келген соң жаңа бір нәтиже алмайтын, түбіне жете алмайтын. Жоқ. Не алып келу керек жастарда ғылымға? Бұл өте сондай өте жалпылама сұрақ, бірақ мен мына нәрсені айтқым келеді. Яғни қарапайым ғана жауап берсеңіз, өйткені қарапайым тыңдарманға түсінікті болу үшін. Иә, мысалы мен докторантураға түстім делік. Қандай тақырыпты таңдарымды білмей жүрмін. Айналама қараймын. Зерттеулер көңілімнен шықпауы мүмкін, қызықпауы мүмкін. Бірақ ғылымның деңгейі оның айналасындағы ғылымның деңгейімен өлшенбейді. Жаңа айттым, шет тілдерінің ең кем дегенде біреуін өте жақсы меңгергені ол жақсы. Неге басқа тілдегі ғылыми еңбектерді оқу керек? Қандай мәселелерді, әлемдік ғылым қандай проблемаларды көтеріп жатыр қазір? Мен олардан тікелей көшіріп алсын деп отқан жоқпын. Әлемдік ғылыммен интеграцияланатын тақырыптарды таңдап алуына септеседі бұл. Енді мен әдебиеттанушы болғандықтан негізі біз көбінесе мына көркем мәтінмен жұмыс істейміз ғой. Проблеманың ең өзекті проблемаларды көрсететін ол жазушылар мен ақындар. Олардың мәтінін мұқият оқып отырсаңыз көп проблеманы көруге, байқауға болады. Біз соны зерттеуге айналдырамыз. Әдебиетті тек қана әдебиеттанушы ғана зерттемейді, оны лингвист те зерттейді, әлеуметтанушы да зерттеуі мүмкін, саясаттанушы да зерттеуі мүмкін, пәнаралық зерттеулер жасауы мүмкін. Яғни барлығы талмай ізденістен туатын нәрсе бұл. Егер біз ізденуге жаттықпаған болса, сол нені арасын үзбей іздену тәжірибесін қалыптастыру арқылы біз өзіміздің адами бөлшегіміздің біріне айналдыра аламыз. Бір рет кедергінің бәрін жеңіп өте жақсы журналда мақала жариялай алсақ, жетекшімізбен, өзіміз жеке дегенде бізде ары қарай сенімділік пайда болады. Яғни ғылымға келгендегі мақсат қалай сонда? Бір қызығушылық болу керек, ізденісті тоқтатпауы керек. Жақсы, көп рахмет. Бүгін бізде қонақта әдебиет Әуезов атындағы әдебиет институтының жетекші ғылыми қызметкері, PhD доктор, Кембридж университетінде тағылымдамадан өткен Айнұр Ахметова. Қош, сау сәлеметті болыңыздар. Көп рахмет сізге арнайы келіп, уақытыңызды бөліп. Сізге де рахмет. Өте жақсы сұрақтар. Егер мен толығырақ жауап бермей жатсам, бәлкім басқа бір жерде қозғарымыз ары қарай. Жақсы, көп рахмет.